Сәлеметсіңдер ме балалар? Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңдар. Бүгін біз 2-ші сынып қазақ тілі, 2-ші бөлім 115-ші сабақ сын есім тақырыбы бойынша сабақты жалғастыратын боламыз. Бүгінгі біздің оқу мақсатымыз сын есімдерді ажыратамын, сурет бойынша мәтін құрастыруды үйренемін. 46-шы жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Самыркеш ақшыл жолақтары бар. Қоңыр қызғылт түсті орман құсы. Ол ұзақ уақыт бойы ағаш басында отыруды ұнатады. Ұя салар кезде қалың орман ішіне енеді. Адамдарға көрінбеуге тырысады. Бұл құс көктем айларында шырша зиянкестермен қоректенеді. Осылайша табиғатқа едәуір пайдасын тигізеді. Тапсырмаларына назар аударайық. Мәтін не туралы? Мәтін самыркеш құсы жайлы екен. Мәтіннің түрін анықта. Мәтін сипаттау мәтіні, себебі самыркеш құсын сипаттап тұр. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Бұл сөздер нені білдіреді? Қарамен жазылған сөздер ақшыл, қоңыр қызғылт. Бұлар қандай деген сұраққа жауап береді, яғни сын есім. Сын есім дегеніміз заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздерді сын есім деп атаймыз. Сын есімдерге қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, сұлу қандай? Сұлу. Жақсы, таза, қоңыр. Сын есімнің ережесін міндетті түрде естерінде мұқият сақтап алыңдар. 47-ші жаттығу. Жұмбақты көркем жаз, шешуін тап. Сырты жасыл, дәні қара, іші қызыл, шырын ғана. Бұл әрине қарбыз. Сын есімдердің астын сыз. Сын есімдер жасыл, қара, қызыл қандай сұрақтарына жауап береді? Жұмбақтың шешуін табуға қай сөздер көмектесті? Маған жасыл, қара, қызыл және шырын деген сөз көмектесті. Келесі 48-ші жаттығуға назар аударайық. Суреттер бойынша мәтін құрастырып жаз. Мінеке балалар, мен қорқақ қонжық деп мәтіннің атын қойып, кішігірім мәтін ұйымдастырдым. Бір күні қонжығын алып көлге шомылуға келеді. Қонжық жағалауда тұрған бақаны көріп қалады. Бақа көлшігін қызғанып, қонжықты қорқытпақшы болады. Суға түспе, көлде сені бақалар су түбіне тартып кетеді. Ол жерден шыға алмайсың деп қорқытады. Қонжық алды-артына қарамай қашады. Анасы оны сезіп, қонжықты ақырындап суға түсіреді. Ол сәлден соң үйренді. Көлдің қорқынышты емес екенін түсінді. Келесі 49-ші жаттығу. Кесте бойынша сын есімдердің мағынасына қарай топтап жаз. Түсі, дәмі, көлемі, пішіні, сапасы. Мінеке балалар, бізге берілген сөздерді осы топтарға бөлетін боламыз. Түсі жасыл, күлгін, боз. Дәмі ащы, қышқыл, дәмді, тәтті. Көлемі үлкен, ірі, ұсақ, кіші. Пішіні домалақ, сопақ, сүйір. Сапасы жақсы, құрғақ. Балалар, мінеке бұның барлығы сын есімдер. 50-ші жаттығу. Ребусты шеш. Шешуіндегі сөзді қатыстырып сөйлем құра. Бірінші суретте тауық, соңғы уық деген бөлімін алып тастасақ, та қалады. Қаз. Алдыңғы екі
қа бөлігін алып тастасақ з дыбысы қалады. Соңғы ай и дыбысын алып тастасақ а қалады. Яғни бізде шықты таза сөзі. Таза сөзіне бір сөйлем құрайық. Біздің ауламыз өте таза. Себебі әр сенбі күндері бәріміз бірге тазарту жұмыстарын жасаймыз. Мінеки балалар, бүгінгі сын есімге арналған сабағымызда аяқталды. Міндетті түрде менің каналыма тіркелуді, қоңыраушаны басып, лүпіл басып қойсаңдар болады. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.